Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымызда жасанды интеллекттегі деректердің рөлі. Жасанды интеллект адамның ойлау, оқу, шешім қабылдау сияқты когнитивтік функцияларын модельдейтін технологиялар жиынтығы. Бұл технологиялардың негізінде үлкен көлемдегі деректерді талдау және үйрену жатыр. Егер жасанды интеллектті адамның миы деп есептесек, онда деректер оның тәжірибесі мен білім көзі болып табылады. Деректер жасанды интеллект алгоритмдерінің оқыту материалы. Сондықтан нақты, сапалы және жергілікті көлемдегі деректер қажет. Жасанды интеллект адамның ойлау, қабылдау және шешім қабылдау қабілеттерін компьютер арқылы модельдейтін ғылым саласы. Алайда жасанды интеллекттің табысты жұмыс істеуінің басты шарты деректер. Деректер жасанды интеллекттің жаны. Онсыз ешбір модель, алгоритм немесе жүйе үйренеді, болжай да алмайды. Жасанды интеллекттің қолданылатын деректер түрлері. Құрылымдалған деректер. Белгілі бір пішімде ұйымдастырылған, мысалы, кестелер мен SQL мәліметтер базасы. Мысалы, сатып алып аты, өнім коды, сатып алу күні сияқты бағандардан тұратын Excel файлы. Екіншісі, құрылымдалмаған деректер. Арнайы пішімге келтірілмеген, мысалы, мәтін мен сурет, бейне, аудио. Мысалға алатын болсақ, әлеуметтік желідегі пікірлер, дәрігерлік рентген суреттері мысалға келтірсек болады. Жартылай құрылымдалған деректер. Белгілі құрылым бар, бірақ толық емес. Мысалға алатын болсақ, JSON, XML файлдары. Жасанды интеллекттің деректердің маңызы. Жасанды интеллект жүйесі деректер арқылы үйренеді, болжайды және шешім қабылдайды. Машиналар адам сияқты тәжірибе жинай алмайтындықтан, олардың білімі тек жинақталған деректерге сүйенеді. Негізгі рөлі деректердің үйрету көзі, болжам жасау. Алгоритмнің дәлдігін қамтамасыз. Үлгілер мен заңдылықтарды анықтау. Деректердің жасанды интеллект жұмысындағы негізгі рөлі. Оқыту. Жасанды интеллект алгоритмі үлкен көлемдегі деректерді пайдаланып, үлгілер мен байланыстарды үйренеді. Мысалға алатын болсақ, 10 000 суреттен мысық пен итті ажыратуды үйрену. Тексеру. Модель мен параметрлерін баптау үшін қолданылады. Мысалы, модельдің тым үйреніп кетпеуін болдырмау. Сынау. Дайын модельдің нақты жағдайда қаншалықты дұрыс жұмыс істейтінін бағалау. Мысалы, мүлде жаңа суреттерді беріп, нәтижесін тексеру. Деректердің түрлері. Жасанды интеллектте қолданылатын деректер табиғаты мен құрылымына қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Түрлеріне келетін болсақ, құрылымды деректер, құрылымсыз деректер, жартылай құрылымды деректер, уақыттық деректер. Деректердің сапасына қарай жасанды интеллект жүйесінің тиімділігі мен дәлдігі тікелей деректер сапасына байланысты. Нашар сапалы деректер бізде қате нәтижелерді көрсетеді. Сапалы деректердің негізгі қасиеттері: толықтық, деректердің толық болуы, дәлдік, нақты және дұрыс ақпарат, бірізділік, қайшылықсыз мәндер, уақыттылық.
ескірмеген, жаңартылған. Тазалық артық бос немесе қате мәндердің болмауы. Деректердің сапасы және көлемінің маңызы. Бізде көлем, сапа, толы деректер және актуалдылық. Деректердің өңдеу кезеңдері. Деректердің өңдеу кезеңдеріне келетін болсақ, бірінші кезеңде бізге деректерді мазмұнына келетін болсақ, сенсорлар, веб-сайт, базалар, қолданушылардан деректерді алу. Екінші кезекте тазалау және сүзу, қате, қайталанған және бос деректерді жою. Үшінші кезекте алдын ала өңдеу, масштабтау, нормализация және форматтау. Одан кейін түрлендіру. Мәтінді суретте немесе аудиодеректі сандық пішінге айналдыру, байыту. Деректерді жетіспеген жағдайда суреттерді айналдыру, өзгерту арқылы көбейту әдістері қолданылады. Жасанды интеллекттегі деректерге қатысты мәселелер. Бір, бейтарапсыздық, құпиялылық және деректердің тапшылығы дейді. Бейтарапсыздыққа келетін болсақ, белгілі бір топқа артықшылық беретін деректер, мысалы, тек ер адамдар туралы деректерден модель әйелдерге дұрыс шешім қабылдай алмауы мүмкін. Құпиялылық, жеке деректердің рұқсатсыз қолданылуы. GDPR, HIPAA сияқты заңдар деректерді қорғауды талап етеді. Деректер тапшылығы, жаңа немесе сирек кездесетін жағдайлар үшін жеткілікті дерек болмауы. Бізде жасанды интеллект қолданылатын салалар мен нақты мысалдар келтірілген кестеміз. Бізде жасанды интеллект осы салаларда қолданылады. Бұл жерде медицина, білім, сауда, көлік және ауыл шаруашылығында қолданылады. Жасанды интеллекттің табысты жұмыс үшін деректердің маңызы. Жасанды интеллекттің табысты жұмыс істеу үшін басты ресурс. Демек, керек болса, ешқандай нейрондық желі, алгоритм немесе модель дұрыс шешім қабылдай алмайды. Сондықтан жасанды интеллект жобасында деректерді жинау, сақтау, өңдеу және қорғау өте маңызды. Бұл процестердің барлығы жасанды интеллект жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді, әрі оның нақты әлемдегі қолданылуын кеңейтеді. Құрметті студенттер, бұл сіздерге бақылау сұрақтары. Осы сұрақтарды келесі сабаққа қарастырып келулеріңізді сұраймыз. Қорытындылай келе, деректер жасанды интеллекттің негізгі ресурсы. Ол адамның тәжірибесі сияқты алгоритмнің санасын қалыптастырады. Құрметті студенттер, келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.